11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar. Ал қайырлы таң. Ой, жаңбыр жауды. Бәрі жаман даңқол. Менің Шымкенттен Ташкентке Черняевкаға бара жатқан кезде Данияр аға деген таксист маған кофтасын сыйлаған. Дәл келді. Осындай ауа райға өткенде мен ойлағам, скептика, ой, салқын болмайды ғой, мынау тура. Жырма ботқасын жеп отқам. Сіздің ауқатыңыз, тамағыңыз төленді дейді. Басқа жаңа осы жерге отырып бір кісі мен сұрақтар қойған, не істеп жатсың, қайда баратсың, сол тамағым төлеп тастаған сол кісі. Маған айтпай. Бейнеу Қоңырат. Километр. Мойнақ 102 километр. Некен ал метан газы дейді. Және ішінде отыруға болмайды машинаның. Да? Ішінде отыруға болмайды неге? Жарылу мүмкін. Ішінде адам отырса. Ал мінекей ал. Базарын ал. Иә, Қоңырат деген қаланың базары. Қоңырат деген Өзбекстанның ең соңғы үлкен қаласы. Мұнда 150 мың шақты адам тұрады. Бұдан кейін енді Қазақстан. Так, міне велосипедтермен жүретін мырзалар. Say hi. Велосипедтермен. And you guys are coming all the way from France and Germany? How many kilometers did you cross? 8,000 километр жүрген екен велосипедтермен. Вау. Окей. Тек қана Тбилиси мен Ақтаудың арасында ұшақ алған екен, қалған жерді бәрі велосипедтермен. How many hours per day do you bike? Around 5. 5. Okay. And how do you feel afterwards? Okay. That tired, no? No, it's okay. Ал біз жаңағы портына келдік. Мына Зәкір ежелгі кезіндегі кемелердің бәлкім. Және анау дейтін шамшырақ. Кезінде кеме индустриясы мықты дамыған ғой бұл жерде. Қазір кішкенеден көрсем, бірақ кәдімгідей жаңағы аралдың бүкіліне жаңағы әрі бері кемелер жүрген. Сосын шамшырақта керек. Міне, ал біз аралға жақындадық. Аралдың қалдығына. Мінекей. Бүкіл бұл жерлер Қазақстан. Бұл жерлердің бәрі теңіз болған. Ау? Иә. Осының бәрі арал теңізі болған. Және мынау картасы. Да, қазір жақынырақ көрейік. Мынау монумент. Атын ұмытып қалдым. Қырғын жұлдыз деген ба, сондай бірдеңе аты. Бірақ мынау деген ежелгі арал. Мына солтүстік жағы қазақтар бөгет қойып судың кетуін тоқтатқан. Я, қазір жылдан жылға ол өсіп жатыр. Мына жер мүлдем жоқ. Мына шығыс жағы, оңтүстік шығыс жағы, оңтүстік батыс жағы жіңішке және өте тұзды жер екен. 1963 жылы. Төрт жыл бұрын осындай болған екен Арал теңізі. Ал 2024-те міне қалдығы. Кемелер. Міне тіпті ана арғы жақтарда да судың ешқайсысы көрінбейді. Мынандай да бар екен. Не ал дейді? Вашингтон 10.380 километр. Меккаға 3.000 километр. Окей. 3.000 километр және бірнеше ай. Еншін Каирға да 2.800 километр. Жаман емес. Анкараға 2.200. Ташкенттен мен 880 километр өткен екенмін. Ташкент Туне жақта.
Меккаға былай кетесің. Аха, түсінікті. Ауа райы керемет. Осылай Аралға да келдік. Қалай? Ал мінекей кемелер. Кеменің біреуіне. Шеғо. Коладан шаха. Мінекей. Бүйтіп мінеміз. Опа. Міне. Сынайын деп тұрған сияқты ол. Міне. Қап 60 жыл кеш туылған екем. 60 жыл бұрын туылсам, осы жерлерде жүзетін едім. Бірақ барған жерлерге бара алмайтын едім. Өйткені советтер. Тут. Бітіртсәдіңдер ма? Базар жоқ. Мынау деген кемелердің зираты деген жер. Иә. Аха. Бұл кеменің іші. Мінекей, мынадала ғой. Так. Мына жер. Мынау асты. Берегись Буйсира. ¿Cómo están ustedes? ¿Son de Bilbao, de España? Ah, ok, entendido. Se ve muy bien, muy hermoso. Internet. Con internet. Es que yo estudiaba en los Estados Unidos. España'dan gelgen eken. Hola, dice hola. Dice Salem. Salem. ¿Qué tal? ¿Podrían tomar una video? Está grabándolo. Ah, muy bien. Ya. Pero no lo sé cómo montarlo. A ver, sí, por ahí vas bien. Mira, por ahí. Muy bueno. Está grabando, ¿verdad? Sí, yo no he parado. ¿Quieres una foto ahora? Después de un segundo, como pueden tomar, yo primero y después cuando otros Para, ¿eh? suavemente. Voy a parar, ¿eh? Hago uno nuevo, ¿eh? Sí. Está, ¿eh? Yo me caí. Міне, оның ішінде капитан отырған. Кімге қызық? Аралға не болды? Білесіздер ме? Кезінде, Совет одағы кезінде Өзбек СССР мен Қазақ СССР арал болды ғой ортасында. И Арал теңізін алғанда екі өзен аралға кіреді. Аралға не береді? Су береді. Ол Сырдария және Амудария. И кезінде Хрущев па, Брежнев па, есімде емес, бірақ екеуінің біреуіне басына Сталин ба, короче, солардың біреуінде ой пайда болғанда, біз алайықта жер шарындағы ең ыстық, ең құрғақ жерлерінің бірінен мақта өсірейік. Мақта деген ол не? Ол ең көп су талап ететін өсімдіктердің бірі. И мақтаны өсіру үшін олар Амудария мен Сырдариядан көптеген каналдар істеген, канал қазғанда, и көптеген су алған. И уақытыменен жылдан жылға, бір 10 жылдықтан 10 жылдыққа сол суы азая берген аралға да қамтамасыз ететін оны. И сол кішірей берген, и 60 жылдан кейін қалғаны осы. Иә. Осы видеоларының соңғы видеолардың біреуінде айтқам, осы мақталар өсіреді екен өзбектер әлі күнге шейін. Және қазір Түркменстанда, Ауғанстанда,
Тәжікстанда бәрі Амудария бар ғой оларда. И бәрі Амудариядан су алады екен. Енді амал жоқ қой онында. Орталық Азия деген шөлді жерлер. И сосын Амудариядан су дерлік қалмайды екен кімдерге? Өзбектерге. И өзбектер қалған суымен пайдаланып, мақта өсіреді, жүзім өсіреді, сондай заттар өсіреді. Сол кішкене Арал теңізінің тарихы сіздерге. Тағы бір қызық нәрсе. Мынау құмыда. Құмының ішінде мындай шұңғылшалардың қалдықтарын көрсеңіздер болады. Демек, шынымен де бұл жерде кезінде теңіз болған. Мына кемелердің астарында теңіздің шынымен шұңғылшалары солар көрінеді. Және мысалы мынау жаңағы Каспийдің Ақтаудағы соң жағажайларына ұқсайды. Міне тастары дәл сондай. Демек, шынымен кезінде бұл жерлерде су болған, өмір болған. Ойлап қараңдаршы да сонда. Міне мынау менің деңгейім, иығымның деңгейі да. Не жерде су тұрған. Сол жерге дейін жеткен су. Мынандай ыстық деп ойлайын да. Қараңдаршы, айналада ешкім жоқ. Бір адам жоқ. Сағат 2 болайын деп жатыр, 2 ма 3 па. Құдай, бұл өте ыстық екен. Мынандай ауа райда мысалы өркениеттің тысында қалсаң, тыс жерінде қалсаң, құдай қорқынышты шығар. Сұмдық қой бұл дейді.